Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Жас жігітке алданған бай әйелдің тағдыры. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. 30 жасқа жетпей жесір атанып, ұлдарын жалғыз жеткізген Жаңыл апай ендігі өмірін тек балалармен байланыстырды. 19 жасында тұрмыс құрып, жұбайының тілеуін тілеп келген әйел бір күнде қайғы жұтып қаламын деп әсте ойламаған еді. Жұбайын қара жердің қойнына тапсырып келгеннен 40 жылы өтсе де жер бауырлап жата берді. Жастай қосылған ері екеуі бақытты ғұмыр сүрді. Бірге кәсіп бастап, үлкен компанияға айналдырды. Еңбек етуден қашпай, тірнектеп жинап, бизнесті де өркендетті. Қос қабатты үйде салды. Біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс кешіп, бар күштерін кәсіптің бұдан да кең қанат жаюына жұмсады. Әйел заты болса да, ерінен кем еңбек етпеді. Баланы да тапты, туғанменен туысқа да жаға білді. Жолдасын үнемі қолдап, бар жағдайын істеп отырды. Кездескен қиындықтарды бірге жеңіп, екеулеп әдемі отбасының негізін қалап келе жатқан еді. Әттең, кенеттен келген ажал бұлардың бүкіл жоспарын күл парша етті. Енді тек өзіне сенбеске лажы жоқ. 3 бірдей ұлын аяққа тұрғызып, күйеуінің ұрпағын жетілдіруді мақсаттады. Осылай компания тізгінін өз қолына алды. Жаңыл жалғыздықтан шаршағанымен 20 жыл тоқтаусыз еңбек етіп, ағайын туыстың жағдайын жасауды жалықты. Солардың өмірі бітпейтін жырын жырласып, жыртығын жамасумен уақытын текке өткізгенін енді түсінгендей. Ол тек 3 перзентін оқытып, қызметке қойғанына, дер кезінде кәсібін қолға алғанына өкінбейді. Әйтпесе кім біледі, бұларды қандай тағдыр күтіп тұрғанын. Ауыздарын бұған қарап, аша беретін жақындарын кәсіпкер туысының жағдайы қызықтырмайтын. Жалғыз ғой, оның үстіне тетелес ұлдары бар. Оларды жеткізу бұған қиын-ау деген ой ешкімді алаңдатпаған. Біреуі келіп, тым болмаса не көмек керек, ауырып жүрген жоқсың ба демепті. Бар арқа сүйері қарт анасы. Маңдайынан сипап, жылы сөзін арнағанда, бойына күш-қуаттың сарқылмайтын құйылып жатқанын сезінетін. Сол анасын елдегі ең жақсы демалыс орындары, саяжайларға апарды, емдетті. Ең жақыны анасы мен ұлдарынан ештеңе аямады. Ал өзі ше, өзіне қарауға, күйеуі дүниеден өткен соң тоқтатқан әйел қайда барса да үстінен бір киімді тастамапты. Шашын өсірсе, тас қып түйіп, қысқартқысы келсе, ерлердің үлгісін таңдай салады. Тойға барса да, үйде жүрсе де осы түрі. Кей кезде де жұмысбасты, парасатты әйелдің құрбылары да көп емес, саусақпен санарлық. Айкүнім құрбы болып араласып келе жатқанына 25 жылдың асқан. Ол да өзі секілді, отбасы жұмысы десе бәріне дайын. Бірақ Айкүн өзін жақсы күтеді, денсаулығына да мән береді. Үйтпесе, күйеуі қоймайтын көрінеді. Құрбысына Жаңылдың қызыққаны болмаса, іштарлық жасамапты. Қайта бұлар қарапайым қалыпты, табиғилықты жақсы көріп, өз таңдауларына құрметпен қараған. Кейде ортақ таныстарының тойына барарда, Жаңылдың киген киімі мен түр келбетіне Айкүн еш қашан сын айтпапты. Сондай бір отырыстың біріне қайтқан Айкүннің күйеуі аздап қызып алып бұған ақыл айтады. Көлікті әйеліне беріп, өзі Жаңылдың қасына жайғасады да әңгіме бастайды. Сондағысы, осылай олпы-солпы болып жүре беремісің? Өзіңе қарасаңшы, ұлдарың болса ер жетті. Екеуі 2 қалада қызметте. Кенжең ең таңдаулы оқу орнына оқиды. Күйеуінің де рухы саған дән риза. Жаратылысың әйел емес пе? Біреуді тап, көңіл қос. Бұлай жүре берсең, денсаулықтан айырыласың. Салондарға бар, дүкен арала. Жағдайың жетеді ғой, деп іштегі ойын ақтарып салды. Үйге келген соң, әлгі сөздер санасында жаңғыра берді. Жатып алып, ойға қалды. Жаңа ғана көлікте ұйқы қысып отырғанда еді. Мына әңгімеден соң ұйқы да қашты. Әсіресе денсаулығына алаң болды. Біреуді тап дегені несі? Балалары өскенде өлсе де ондайға бармас. Ерінен кейін
ешкімге ақ төсегін ластатпаған әйел өзін бөтен еркекпен елестете алмады. Бірер ай санасын шырмаған ой ақыры жеңіп тынды. Ай күнді ертіп сұлулық салонына келді. Барлық қажетті процедураны алып, өзіне бір күнді арнады. Бойы жеңілдеп, бетіне қан жүгіргендей сезілді. Қос құрбы әсемдік салонға баруды жиілетті. Компаниядағы қызметкерлер, туған-туысқандар жаңылдың бұлай өзгеруіне таң қалысып жатты. Кейбірі алып қашпа әңгімеге де жол беріпті. Оның біріне де іскер әйелдің назары алмады. Өзінің қазіргі келбетіне қарап, көңілі көтеріліп, жасарып бара жатқандай сезініп жүрді. Мінезі де ашылып, бір өзгерісті күтетіндей ме? Бір күні жұмысында жағдайы болып, заңгер қызметіне жүгінуге тура келді. Бірер істің шешілуіне мұрындық болған бұрынғы танысының есігін қақты. Келген жағдайды баяндап, бірер күнде шешімін табуға көмектесетінін айтқан заңгердің кабинетінен шығып бара жатып, бір жігітпен соқтығысып қалды. Екеуі жарыса кешірім сұрасып, өз жөндерімен кетеді. Жаңылдың бойын тоқ ұрғандай беті алаулап, бұл жайтты неге жорырын білмей жұмысына келді. 2 күннен соң таныс заңгері хабарласып, бірнеше жерге қол қою керектігін ескертеді. Кәсіпкер әйел лезде сонда болып, дайын құжаттарды алып шыға бергенде, өткен жолғы жігітті қарсы алдынан тағы көреді. Жанарлары түйісіп, бір-біріне күле қараған екеуі бұл жолы да сыпайы қоштасады. Тағы сол кездегідей аттай тулаған жүрек ысып тасыған ғой. Маған не болды? Мұнша толқитындай. Не көрінді деп өз-өзіне сұрақ жаудырды. Күбірлей түскі үзіліске үйіне келді. Тамақтанып болып, ыдыстарды жуып жатқанда телефон шырылынан елең ете қалды. Сәлеметсіз бе, Жаңыл ханым? Мен сізбен заңгер есігінің алдында қайта-қайта қақтығыса берген жігітпін. Есімім Азат. Аманбыз, рахмет. Сол ыңғайсыздау болғаны. Ештеңе етпейді. Қайта соның арқасында өзіңізді танып білдім. Көңіліңізге ризамын. Бірақ номерімді қайдан алдыңыз? Оның еш құпиясы жоқ. Танысыңыздан қояр да қоймай сұрап, өзіңізден кешірім сұрамақ болып хабарласып тұрмын. Жоға, не дегеніңіз? Кешірім сұрайтындай сіз ештеңе істемедіңіз ғой. Мейлі, сау болыңыз. Жақсы, Жаңыл ханым, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Әңгіме осындай аяқталды. Бұл қоңырау әйелдің тағы мазасын қашырды. Жігітті қайта-қайта ойлайды. Сақтап қойған номерге қарағыштап, жаттап талған. Сезіммен арпалысқан жас қыздай толқып жүргенде арада апта өтті. Бүгін қаладағы 2 дүкеннен барып, есеп жүргізуге бекініп отырған. Телефоны безілдей жөнелді. Экран бетіндегі Азат деген сөзді оқып, өз көзіне өзі сене алар емес. Жылдам тұтқаны көтергенде, қашанда ізетті қалпынан айнымайтын жігіт мұнымен кездескісі келетінін айтты. Көп ойланбастан «иә» деп жауап қатқанын өзі де байқамай қалды. Кездесетін мейрамхананы белгілеп, екеуі келісті. Телефонды қоя сала, өзінің асығыс берген жауабына ашуы келді. Дардай жасында бұлай селтеңдегенім не? Әлде қайта звондап бас тартсам ба екен, деп тағы ойланды. Келісіліп қойған соң, мұным жарамас. Не болса да жақсылық болсыншы деген әйел іштей бұл кездесуге қуанышты еді. Таксиден түскен іскер әйелді Азаттың өзі күтіп алды. Қаланың қақ ортасында орналасқан мейрамхана өте заманауи екен. Адамдар да көп. Таныстар көріп қоймасын деп, жылдамырақ жүрген Жаңыл жігіт нұсқаған оңаша кабинаға кірді. Таныстық артып, кеш бойы азамат әйелге бар ілтипатын танытып отырды. Молынан тапсырыс беріп, ішіп жеді. Тағдырлары туралы сыр шертісті. Өзінен әлде қайда жас жігіттің қасында сызылып, бойын аулақ ұстағысы келсе де, оған деген бір күш жақындата беретіндей. Жүрегін жаулаған жігіттің жасы 32-де, санаса үлкен ұлынан 5-6 жас қана үлкен. Ал екеуінің жас айырмашылықтары 18 жас. Бойдақ екен. Бұрын үйленіп, некесі сәтсіз болыпты. Айтуынша перзенттері жоқ. Мамандығы заңгер. Бұлай кездескен жердегі
жаңылдың танысынан заңгерлік кеңес орталығын ашу үшін бағыт-бағдар алып жүрген болып шықты. Отбасы өмірі туралы ашылып айтып отырған жігітке қарап, сезімі бұрынғыдан да арта түсті. Жалғыздықтан қажыған екен деп түйді. Бұлар жиі кездесіп, бірі-бірінсіз тұра алмайтындай күйге жетті. Таң атқаннан еркем тұра ғой, түнде қайырлы түн жаным деген SMS-тер күн сайын ақтарыла берді. Жолдасы қайтқалы мұндай сөздерді ұмытқан әйел шынында да махаббатқа шөлдегендей. Әбден сеніміне кіріп, ессіз ғашық қылған жігіт үйіне де ертіп келді. Ол жайлы құрбысына айтты. Айкүннің жас дейтін жаста емес екен. Ажырасқан болса, тағдырды түсінетін адам ғой, қызметі де бар. Сенімен ойнай қоймас деген пікірінен кейін өзінің дұрыс таңдау жасағанына нық сенімдеді. Осылай бұлар бір жастықта оянып, мейрамханада түстеніп, тіпті кешкі асты да осындай орындарда ішетін болды. Жұптары жазылмайтын жастар демалыс орындарына да бірге қол ұстасып келеді. Азатсыз өмірін елестете алмайтын жаңыл ол үшін бәріне де дайын еді. Еркелеп, ерім деп барын берді. Сүреңсіз күндерін гүлмен ораған жігіттің туған күніне көлік мінгізді. Оған заңгер орталығын ашып беру үшін де аз шашылмады. 2 рет шет елге демалысқа барып қайтты. Кеткен қаржыға бизнес ханым бас ауыртқан жоқ. Жанына шуақ шашқан таңдауы қасында болса болғаны. Жаңыл 1 жыл ішінде сүйіктісін өз есебінен малындырып, киіндіріп, тойындырып, ішіндіріп, айтқанын екі етпеді. Бұрынғыдай астарлап емес, жігіт те өз қалауын тіке айтып, қажетті ақшасын сұрап алатын болған. Оған қарсы уәж айту былай тұрсын, жаңыл асты үстіне түсіп, одан басқаны көзі көрмейтін. Ұлдарымен байланысу, хал сұрасу азайды. Ағайынның жиын тойы, өлім жітімі әйелді қызықтырмады. Шығыны көбейіп, кірісі азайған. Ол Азаттың табысын сұрамайды. Бұл жалпылдай беріп, жігітті одан сайын кекірейте түсті. Жұмысынан кеш келетіні шығарды. Баяғы сүйем, күйем, жаным азайып жоқ болды. Жұрттың өсегін елемей үйіне кіргізіп алған ері бұдан қашақтайтын болып алды. Мейлі, әйтеуір үйіме кіріп шығып жүр ғой, жұмысы да оңай емес, деп өзін жұбатқан сиды. Түн жарымда кейде азанда масаң күйде келіп, теріс қарап жатып алады. Киімінен әйел әтірінің иісі сезіп жүргенінде талай болды. Қызғаныш пен ашудан қалшылдап сабырынан жеңілген әйел бір күні айғай шығарады. Күткені де осы болды ма? Бар киімін жинап, Азамат үйден кетіп тынды. 10 шақты күн жігіттен хабар ала алмай, ашудың жетегінде жүрген жаңыл өзін күштегендей етіп, оның номерін терсе өшіп тұр. Кешке дейін телефон соғумен күн өткізді. Сөндіріп қойған. Келесі күні кеңсесіне барса, есігі жабық. Ренжіп жүрген шығар, қайда барар дейсің? Күтейін деген әйел тағы бір жеті есікке қараумен жүрді. Азаттан сол күйі хабар жоқ. Бір күні бөтен номерден: мені ұмыт, іздеуші болма. Әйтпесе қиын болады. Азат деген хабарлама келіп түседі. Бұл сөзін түсіндірсін деп, әлгі номерге байланысса, оны да сөндіріп тастаған. Кешірім сұрап SMS жаза берді, жылай берді. Өкінді. Өзінің алданғанын ұқты. Альфонс деген сұрқияны іздеген де жоқ. Ештеңеге зауқы соқпай, бизнесінде құлдыратып алды. Өзін жек көрді. Жанын азапқа салған Азатын қарғайды алмады. Құрметті менің тыңдармандарым, арнаға жазылуды және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.